Қостанай қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің Мирас қалалық мәдениет сарайы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынның желісі 3 клубтық мекемеден тұрады. Ол Мирас мәдениет сарайы, Солнечный шағын ауданындағы 1-ші филиал және Дружба тұрғын алабындағы 2-ші филиал. Қалалық мәдениет сарайы Абай Ғазизұлы Әмірханов негізін қалаған Мирас фольклорлық ансамблінің құрметіне аталған. Қызметкерлер саны 184 адамды құрайды. Мирас мәдениет сарайының ұжымдары: Мирас фольклорлық қазақ халық аспаптар ансамблі, эстрадалық джаз оркестрі, Караван вокалдық аспаптар ансамблі, муниципалды үрмелі аспаптар оркестрі, Нота Фес камералық ансамблі, Мирас би ансамблі және солист-вокалистер. Мирас мәдениет сарайының әртістері мен ұжымдары түрлі фестиваль мен байқауларға қатысты. Сегодня у нас в гостях руководитель эстрадно-джазового оркестра городского дворца культуры Мирас Евсюков Александр Сергеевич. С 3 по 5 сентября наш оркестр был приглашен для участия в фестивале джазовой музыки в Казах-концерте в нашей столице. Мы работали в самом крупном, самом замечательном зале нашей страны, в концертном зале «Казахстан». Жарқын жобалардың бірі 2023 жылы өткен «Тобыл толқыны» атты ашық қалалық байқау фестивалі болды. Байқауға Қостанай қаласынан және Қостанай облысының басқа өңірлерінен фольклорлық ансамбльдер, домбырашылар, солист, вокалистер қатысты. Байқауға Қазақстанның белгілі еңбек сіңірген музыка өнерінің қайраткерлері шақырылды. Бауыржан Ақтаев, Астана қаласы; Жәнібек Жәмиев, Атырау қаласы; Танат Сәденов, Алматы қаласы; Тоғжан Жахин, Астана қаласы; Ардақ Елеусіз, Астана қаласы; Дарын Құдайберген, Астана қаласы; Мирасхан Жұмабаев, Алматы қаласы; Әділ Ақанов, Арқалық қаласы. Екі 2024 жылы Қостанай қаласы әкімдігінің қолдауымен дарынды жастарды анықтау және қолдау, вокалды хореографиялық шығармашылықты дамыту мақсатында Жас Стар.КСТ атты ашық қалалық байқау өтті. Шақырылған қазылар алқасы: Артем Похомов, Челябинск қаласы, Ресей; Сергей Другов, Қарағанды қаласы; Шыңғыс Қабиденов, Астана қаласы; Асланби Ниязбеков, Астана қаласы; Зарина Құлмағамбетова, Қостанай қаласы; Серік Қадыржанов, Астана қаласы. Жыл сайын мәдениет сарайының шығармашылық ұжымдарымен 400-ден астам мәдени бұқаралық іс-шаралар өткізіледі. Қалалық іс-шараларға қатысуға арт-спорт жобасының бірлестіктері мен шығармашылық жастар белсенді қатысуда. Мирас шығармашылық ұжымдары тұрақты облыстың басқа өңірлеріне көшпелі концерттер ұйымдастырады.